Сіз қалай ойлайсыз, мәселе талантта ма жоқ әлде еркіндікте ме? Талант адамның өзі еркін ғой, жаным ау. Ішімге зависит емес талант адам. Мен жағы режиссерға байланыстымын деп отырғаным, ол жағы қойылымды өзінің бір ой болады, бағыт. Соған қарай жұмыс жасайсың ғой. Таланты бар адам ешкімге бағынбайды. Ол ойынмен сахнадан көрсетеді, ол бәрін ойын, ешкімге ұқсамайтын. Тума таланттар нағыз. Молдабеков сияқты. Әнуар Молдабеков. Ол нағыз тума талант еді, ол несін айтасың. Біз бүгін актриса Ғайза Абдинабиева мен үлкендердің әңгімесін айтпақпыз. Ғайза апай, қош келдіңіз. Сәлемет па жаным. Саламатсыз ба? Рахмет. Бүгінгі жастар, ертеңгі үлкендер. Кешегі жастар, бүгінгі үлкендер. Иә. Десек те үлкендер жастарды көп сынап жатады, кінәлап жатады. Алайда сол жастардың тәрбиесіне өздері жауапты екендігін ұмытып кететін сияқты. Дұрыс айтып отырсың, дұрыс айтып отырсың. Бүгінгі, мысалы, біздің балаларымыздың, енді ол бүгінгі балаларымыз дегенде сенде ер азаматтар. Енді сендердің балаларыңды 15-16-ға келіп қалды қазір. Мысалы, мені әкем осы сенде кезіңде сенден үлкенірек енді аздап. Сол кезде маған құлқы-баланы 3 рет қайыруды үйреткен. Ол неге имандылыққа мен тәрбиеледі. Әкем сол кезде маған өлім мен өмірдің барын, өлімнің барын, соның бәрі бір философиялық ойда қарауды үйретті әкем. Бидеп айтатын, мен ертең түйе қарап кетсем, сен осыны оқисың ішіңнен, менде ер бала жоқ деп. Енді оны мен сол кезде түсінгенім жоқ, әйтеуір жаттап аласың әкең айтқаннан кейін. Бірақ өскен ойлап қарасам, онда үлкен бір тәрбие не жатқан болу керек. Әкем, мысалы, енді үлкен бір институт бітірмесе де өзінің табиғаттың өзінен берілген не. Сол сөйтуің керек, бүйтуің керек деп жаңағы. Мысалы, ылғи да мен осы сұхбат бергенде айтып жүрем, әкемнің бір 3-4 қана мақал мәтелімен өмір сүрдім. Әкем айтатын, қанша биікке шықсаң да осындай өнерді таңладың, бетегеден биік жусаннан аласа бол дейді. Ол қарапайым бол деген ғой. Бетегені білесің, жерге тырбиып өсетін шөп. Одан биік бол дейді, тырбима да жерге деп отыр, көрдің бе? Жусан деген көп болса тізеден келеді. Міне, сондай, сосын жұрттың алғысын ала бер дейтін. Алғыстан көркейесің, жарқылдап жүр қандай. Ішіңдегі бүкіл жан жүрегіңдегі жақсы шуақтарың шашып жүр соған. Саған да сондай жауап болады сонда. Алғысты көп алсаң, өзіңе болмаса балаларының алдынан шығады деген сол рас. Сол рас. Мен көзім жетті осы жасқа келгенде. Әке-шешемнің қанша о жетім жесірді жебеп, туысқан балдарын көмектесі бәрі енді кейде ренжіп, бүкіл Қызылорданың телефонын, адресін менің үйіме беретін, біздің үйде жатақхана болатын кезінде. Әкемен бірге, әке қойшы біздің үйдің адресін бере бермегенде. Біреулер оқып бітіріп атады, біреулер тіпті сырттай оқып келіп, аяғы ауыр біздің үйде босанғанында күндері де болды. Оларды мен балаларымен қосып самолетке билет алып отырғызып та жіберген күнім болды. Ат жөнінде білмеймін қазір солардың. Мысалы, талай. Кейде өзім ойлаймын, бала күнімде осы алғышты көп алып, балаларым жолы болып, жұмысы бәрі жақсы болып жүргені, бүгін содан шығар деп те ойлаймын. Мен осы ылғи жас сұхбаттарда айтып жүрем, ана жақтан біз суға келе жатсақ, ауылда негізінде, жаңа бір кісі атты кісі келе жатса, біз жолын кеспей ана кісі өтіп кеткенше тұратынбыз. Сонда айтады, ой, айналайын, кім баласың, рахмет, бақытты бол дейді. Соған біз бақытты болғандай болып, көңіліміз көтеріліп, онан сайын жігерленетінбіз. Кейін Алматыға келгеннен кейін менің бір байқағаным, бұл жерде үлкен кісілер жастар орын беріп жатса, рахмет, айналайын, бақытты бол деп айтпайды екен. Үндемей кетті, бүйтіп ренжіп отыра салайды, солай болу керек сияқты. Мүмкін ол бала да шаршап тұрған шығар, азында ерте тұрып сабаққа барады. Рахмет, айналайын деп айту керек қой. Бүгінгі баланың тәрбиесіне әрине біздің көп күнәміз бар. Енді бізден алған тәрбиесін ана өзінің балаларына енді үйретіп жатыр ғой біздің балаларымыз. Содан кейін жаңа айтқан цивилизация кірісті бұларға. Мүмкін бізден де білімдірек, бізден де
басқаша болып мүмкін жақсылар оны бір 50 жылдан кейін, 20-30 жылдан кейін білу керек екен, әрине. Мысалы мен тұрмысқа шығарда әкеме бардым, шешемше ұрсастырып, көке мен осындай енді тұрмысқа шығайын деп жатырмын. Институт бітірген ол кезде 3 жылдан кейін күйеуге тию керек кезде мода болатын. 3 жыл әке шешемізді не қыламыз, содан кейін барып тұрмысқа шығу керек. 24-темін ба сондай. Ол кезде 23-24 уже кәрі қыз болып есептелетін. Сонда әкем айтты ғой, қосқан мен емес. Сұрады әуелі, арақ ішпе ме деді. Ішпейді. Онда ішпесе адаммен сөйлесуге болады деп сөйлейді. Енді қосқан мен емес сені. Сүйегің сол үйдің табалдырығынан шықсын деп бәте берем деді. Міне, маған берген батасы сүйегің сол үйден шықсын деген. Ол яғни мен 5 жылға дейін ауылға барам десем, отпускіде келтірмей қойды ғой әкем. Сол ана ауылыңа бар, сол жерде жаңағы үйрен солардың әдет ғұрпына, салтына кір дейтін. Үйрен солардан деп. Өйткені бізде Қызылорда басқа, мына жақта басқа ғой, Талдықорған. Қарамайсыз ба, сонда ойлаймын, көкем мен шешем болмағаннан кейін не қылатын шығар деп ойлайтынмын. Жоқ, сол ол тәрбиесі екен, менің мінезімді біледі осының, шарт кетіп қалатынды шыдап. Құрсын үйренсін, бұл бәледен аулақ деген ғой. Сөйтіп әкем сөйтіп үйретті ғой. Ол бата әрі сізге бір өсиет болды. Өсиет ол айтпа. Айтып отырмын ғой. Қиналсаң да, қиналмасаң да келмейді. Қиналмасаң да шыдау керек оған. Ол қосыла салу деген жай ойыншық емес, той ол той. Оған шыдамсыз ештеңе болмайды. Ол ертеңгі сенің болашағың ғой. Ертең 70 келген, 60 келген немере. Әкесі жанында, баланы әкесі өсіруге болмайды. Обал ғой бала. Балалы бала болғаннан кейін өзіңді ұмытуың керек. Өзіңнің жан дүниеңде қанша не бар, оның бәрін аузын жауып қоя керек, мықтап. Шыдам. Соның бәрі ең аяғында әкеліп жағдай әже, ата деген қасиетті атты естуге алып барады. Оның бәрі ана жағына барғанда. Баланың көзін жапақтатып қалай әкесіз. Әке қанша жаман болсын, әке де шеше де бәрі керек балаға, екеуі бірдей болу керек, жанында болу керек. Соған бас байлап не қылдың ба, шыдау керек оған. Бала үшін ұрпақ. Неге ұрпақ андай мұндай қазір? Сондайдан қарап атсаң, кешегі қосылған бүгін ажырасады. Ана бала жүреді, ойын айта алмайтын бүйтіп жанында шешелерінің. Не болады ол, мен білмеймін. Мен түсінбейтін зат енді оның бәрі. Сосын мен әкем айтатын, мен өзінің көрген қиындығы көп болғасын айтатын шығар. Дейді, қолында билігі бар адамдардан аулақ жүр дейді. Жағы заң билігі бастықтардан аулақ жүр дейді. Бастық бүгін бар, ертең жоқ дейді. Мына қараңыз. А сен өзіңнің ойыңа ғана, сен өзіңнің алған біліміңе, өзіңнің алған мақсатыңа жету үшін соған ұмтыл. Маңдайыңмен қабырғаны, мына тас қабырғаны жарсаң да тек өзің ұмтыл дейтін әкем. Міне. Сосын айтатын, сенің атаң дейді, Баймұрат Жаппас деген ұранға шыққан, қандай батыр болған, жоңғарлармен жаугершілікте жоңғарлармен соғысқанда дейді, 9 жасында ортан жылығы ортасынан қақ бөлінген дейді. Сонда мен сөйтіп қанаттандырады да, сонда дейді, аяғын дейді ердің басынан лақтырып жіберіп, жоңғарлардың артынан шапқан ғой дейді. Сонда қалғандар, ана Баймұрат кетті де, Баймұрат уралап, артынан шауып сөйтіп жоңғарлар жеңгенбіз дейтін. Мына қара, оның бары соны әкем осы 50-ге келді ме, келмеді. Сол кезде маған сондай тәрбие айтып жүр ғой, айтып. Сен менің атымды сен шығарасың дейді маған айтады. Сонда қалай, соның бәрін әкем сонда айтып жүрген білмеймін енді. Соны айтады да жүреді маған. Мен сосын анау не, мынау не деп бірдеңе сұрай беретін бала күнімде. Сосын мына құстардың, шөптердің түр-түрін бәрін мен ертіп жүр, бәрін айтатын. 7-ші класс оқығанда ғана өзім аздап бой жетіп қалғанымды байқадым да, соңынан қалдым. Атқа мініп алып, бір жаққа той болады десе, ана қырқым біткеннен кейін қойшылардың тойлары болады ғой, керемет сұмдық. Сондайда жиында мен уже бір көкем мен барам. Болмай сосын қорқады асау атқа мінгізгенге. Жұрттың үйінде ұлдары бар, бір тайға мінгізіп баларын шығарады ғой. Мен әкем жалғыз шықпасын деп, мен бір көкем мен барам. Бітті. Сосын бір жуас ақ бие болатын, соған отырғызып қояды. Сон 7-ші класс оққанда барып алғашқы партизан қызы, Манас батыр, Рүстем Дастанның алғашқы нелері менде бар. Соны қоржығып жағы тойдан кітап алып келеміз сол кезде. Соны келатырып,
ұйықтап түнде қайтып келсің ғой, атымның аяғы ненің тышқаныңа кіріп кетті. Мойнына дейін сыртып барды ғой, сол көкем ұрысты. Атаңа нәлеттің ана баласы. Осы қал деп қанша айттым мен саған. Сонда барып өзім шабалай қой болмайды. Содан кейін ермейтін болдым көкеме. Көкемді ренжітпейін деп. Ой, атаңа нәлеттің баласы деп ұрысқаны мен үшін бір ұрғанмен бірдей болатын. Көзіне 5 тарам жасым ағатын. Ең өте бір қиын маған не болатын ол бір. Мен ұрғандай, бетіме шапалақпен бірге бергендей сондай әсер алатынмын. Бала күннен әкем мен сондай намыс қой, сондай болып өсірген мен әкем. Сондықтан ғой қазір сенің алдында өсіп сұхбат беріп отқаным. Әкеңіздің айтқан өсиетін өмірлік ұстаным етіп келесіз. Иә. Ал аманатын, тілегін, арманын орындадым деп ойлайсыз ба? Енді атым шығар дегенге Аллаға шүкір, әйтеуір жарты қазақ тани шығар Қазақстанда мені. Атын шығардым. Ол кісі менің жұмысымның енді жақсарып келатқанын көріп кетті дүниеден. Қызылордаға бір гастроль сапарға барғанда ол кісі бүкіл менің кітаптарымды жинап әкеп, мыналарыңды алып кетші, жұрт алады да, әкеп бермейді деп, үйде сақтап, соны әкеп беріп отырды, бүйтіп аңқайып қарап. Мен сосын айтты, орталарыңызмен әкем отыр, мен өстіп жіберген, өстіп әкеме мың рахмет деп айттым. Ол кісі енді аздап болса шет жағатын көріп кетті енді жұмысында. Жаңа бала тәрбиесі жайлы бір сұрақты қойғым келіп отыр еді. Сіз үшін баланың тәрбиесі маңызды ма, әлде білімі маңызды ма? Бірінші кезекте қайсысы? Тәрбие. Қанша білімді болмаса, ол білімді болғанымен тәрбиесі болмаса, қандай азамат болатынын мен білмеймін. Демек, сіздің де ойыңыз балаға бірінші дұрыс тәрбие беру керек. Өзі оқиды сосын ол. Өзі оқиды. Енді қазір немерелеріміз енді бірнеше нені, мен 2 жасар немерелерім өзі 2-3 тілде сөйлейді. Мен айтсам жоқ деп айтады. Тағы күтіп жүрген қыздарға оларға но деп айтады. Ал басы тағы да нельзя деп біреуге басы. Сөйтіп енді қандай болатынын айтып отырмын ғой, 20-30 жылдан кейін білу керек қандай ұрпақ шығатынын. Мен балаларыма айтам, келінімен, әй, бірінші қазақ тілін әуелі шығып алсын, жақсылап тұшынып, менің 2 немерем ер балалар тұшынып түсінеді. Олардың көзінше бірдеңе жасырып айтамайсың, олар түсінеді кәдімгідей. Бұлай кітаптан бүйтіп жаттаған емес. Өйткені балабақшаға түбінен солай не қылдық. 2 балаңызды да өнерге жақындатқан жоқсыз? Жоқ. Өйткені қиын ғой бұл жаным-ау. Ал немерелеріңіз ертең апам мен актер болғым келеді, актриса болғым келеді деп тұрса не істейсіз? Білмеймін, енді оған қарсы шығып, біреу қазір биге жақын. Бұлай бүйтіп тіке жүрмейді, ол айналып бірдеңе жасап, секіріп сосын барып, соны оның жүргені сол. Биге барып жүр енді жақсы. Кім біледі енді, өздері біледі ғой. Не болса да өзінің шынайы ниетімен, талантымен шығу керек өзінің. Әйтпесе ол бүгін бар ертең жоқ дүние. Өзіңіз әнші болам деп актриса болдыңыз. Иә. Өкінбейсіз ба? Осы күнде әнші болуым керек еді бәрібір деген сияқты өкініш. Кейде ойлаймын, бірақ мен оған мүмкіндігім жетпейді ау деп ойлаймын. Өйткені мен жағы шет тілдеріне онша емеспін, орыс тіліне де онша емеспін. Онда итальянша өлең айтады жағы. Мықты өлең айтып тұрған әншілерді көргенде әрине шіркін-ай осындай мынаның бәрін айтар едім ау деп не қылам. Бірақ менің оған мүмкіндігім жоқ шығар. Асыра сілтеу болып қалады ол. Құра шейін дүбәрі болып, әнші болмай, басқа болмай. Әміре Қашаубаев қазақ әнімен ақ Париждің Европаны мойындатты ғой. Қазір бала шығып жүр ғой. Димаш Құдайберген. Димаш шығып жүр ғой, айналып кетейін бір. Өте бір жақсы. Қазақша әндерді айтып жүр ғой, сол болады қандай. Дайдидауды. Ой, қалай айтады. Сондай бір бала болды ғой бұрында да. Атын ұмытып қалам қазір. Олар Россияда қайтыс болып кетті. 59 жасында ма, 49 жасында ма. Ешкімге керексіз болып жүрді осы жақта. Өкінішті, ол бір өте бір мінезді жігіт еді. Жалпы сізге бүгінгі кино, театр көңіліңізден шыға ма? Қазіргі таңдағы театр, кино саласы? Шынымды айтсам, мен кино театрларға бармаймын. Телевизордан ғана көремін, көретін киномды. Ал театр мәселесі? Театр енді белгілі бір жылдарға дейін Әзірбайжан Мәмбетовтің кезі ол енді алтын кезеңдер деуге болады. Ғажап актерларды да тәрбиеледі өзде. Бір енді белгілі бір уақыттарда жағы
қайталанып, өзін іздеу, сондай жолында қазір театрлар деп өзім ойлаймын. Біреу шығады, бір жақсы режиссер, бір жас, қалай шықпайды ол, шығу керек, театрды көтеретін. Мамбетов 30-40 жыл басқарды ғой театрда. Ол 5-6 жыл істеп, тағы 5-6 жыл істеп, тағыста ойлаған ойына жете алмай кетеді кейбір нелер, білімді жігіттер. Оны 60-тағаннан кейін не болады ол? Мамбетов 40 жыл отырды, оны қонай болып бекер неған жоқ оны. Талантына көз жетіп, қажап актер тәрбиеледі, қажап спектакль. Әр қойған спектаклі ол уақиға болатын. Алматының бүкіл несі мықтылар жиналатын осының спектакліне. Аяғына жығылатын біз бәріміз. Оны көрудің, или басқа болмаса басқа бір көретін ештеңе болмады ма кезде де бір ойлаймын, жоқ, бірақ о кісінің спектакльдері ол ғажап. Айтматовпен қосылғаннан кейін қазіргі жастар Айтматовыңды біле ма? Білмейді. Ол бір уақиғалар болады. Сол кезеңнің енді ұлы режиссері, ұлы жазушылары болды ғой, ол қайталанбайды олар. Өкінішті. Өкінішті. Айтматовты оқымайды ешкім, Мұхтар Әуезовіңді де оқуға қоймас. Абайды да ешкім оқымайды. Оқу керек, онсыз еш жаққа бара алмайды. Спектакль көрмей, жаңағыдай жазушыларды білмей ақ, актерді оқып бітіріп жатқан балалар бар, сұрасаң білмейді мысалы. Атақтан қалып жатқандар. Ал не істейсің? Не істейсің? Ештеңе істемейсің. Енді білмеймін, енді мен өзім жағы кейде бетеп, түңіліп кетем дағы уайымдап, қапына не болдық біздер деп ойлаймын да, кейіннен мен нені көрем, көкпарны көрем ғой мен. Көкпардағы бізді қазақ жігіттерінің аттан құлағаны білінбейді, бейтіп, жай бір бүйт жүрген сияқты. Соны көргенде жоқ, біздің еліміздің әлі мына ұлттық нелері, жағы тіл болсын, жағы осындай мінездері, анау атқа қалай мініп жүр, сұмдық қой. Сосын әлгі айтыскер ақындар, жас балалар айтысып атады ғой, соны көргенде мен кәдімгідей қанаттанып, біздің еліміздің болашағы жоғары әлі деп сөйтіп кейде сондай неге көңілім кәдімгідей көтеріліп қалады. Үйде отырғаннан кейін, жаста біразға келгеннен кейін сосын бәрін ойлап, қарап отырасың ғой. Ананы көріп, мынаны көріп, не боламыз, мынау қалай ел болмады ғой, мынау не болды өзі деп бүйтіп отырасың да, андайды көргенде енді жаулығыңды аспанға лақтырасың ғой, шындығын айту керек. Актер болған қиын ба, жоқ әлде актерлерге басшы болған қиын ба? Екеуі де жетіскен емес. Бірақ актерларға режиссер керек. Актриса, актер қанша талантты болғанмен жақсы режиссер кездеспесе, жақсы ұйымдастырушы кездеспесе, оны алып шығатын қиындау болады. Қиындау болады. Менің ойымша. Өйткені мен тек режиссерға байланысты актрисамын. Режиссерға сеніп, соның алып барған бағытын ұстап отырмасам, мен өзім әйжекі бірдеңе жасай қоямын деп айта алмаймын. Мен режиссерға байланысты актрисам мысалы. Может, кейбіреулер басқаша жасар, мен режиссер, менің пірімдей болу режиссер керек маған. Мықты режиссер болмаса актер емес дейсіз. Актер емес. Қанша неғымен шыға алмайды ол. Сосын актерлар өздерінше театр ашып, өздерінше бір репертуар іздеп, басын тауға да тасқа да ұратын сол. Мені жастар мен балалар театрынан кеткенім де сол ғой. Репертуар керек болды маған. Кезінде Сәбира апа марқұм қанша шақырғанда келмеп ем. Кейін келіп бәрібір сол рөлдерді ойнадым ғой. Сәбира апаның киімін кидім, аяғына киген туфлимен кидім. Маған ғана дұрыс. Білесіз бе, етігі де бәрі. Неге ол кісінің өзі болғанда келмедіңіз театрға? Ол кісі менің шынымды айту керек, Рулас апам. Менің тойымда да ма. Енді апасы арқылы өсекте біз қазақтың өсегін білесіз ғой. Өсек таусылған ба? Таусылмайды, ол өмір болады. Қазақ болғанда сондай болады. Абайға қол жұмсаған қазақ, басқаға не істемейді деп қоям. Кейде бір жастар бір қиындық көріп жатқанда, жас балалардың атына бір жамандық келіп жатқанда ойлаймын, ай біреу аяғынан шалдау деп ішімнен. Сөйтіп ойлаймын кейде. Сонда сол сөйтіп айтады деп, сол сөзден ұялып бармадыңыз? Иә, мен соны қарсы. Сөйтіп келмедім ғой. Апам құлап институтпен жатқанда ғана келдім ғой театрға. Мына қара. Мүмкін өзі ертерек атым шығармайды, кім білсін. Бірақ өзімнің тағдырым солай, бұйрық солай шығар. Сөз болады.
ұят болады, обал болады деген сөзбен ақ қазақ ұлтты тәрбиелеген. Сөйттік шында да ұят болады, анау не дейді құрсын, ұят болады. Ұят болады бен ақ, қазір анада қашан бір қайнеді құдай, қап құдай ай сөйтіп бір бастықтарымыз ауысып отқанда ұят болды. Сол ұят. Апа не айтып отырсыз қазір? Ұят деген сөз жоқ қой, лексиконда онда сіз не айтып отырсыз деді ғой маған біреу. Қой қалай? Сөйтіп айт. Ұятыңыз не, ондай сөз жоқ қой қазір бізде дейді. Сосын ойланып қалдым. Айттым, қап ұят ай, соны сөйтіп әкеп орнынан алып тастады. Сөйтіп ұят болды ана жігітке. Қандай білімді, қандай мақсаттары бар еді, ұят болды ау құдай ай деп. Мен оны айтатын себебім, мына өзіміз көп ұлт емеспіз ғой, өзің білесің. Аз ғана халықпыз. Ал оның ішінде топ бастайтын, бір ұйымды бастап, бірдеңені алып жүретін кешегі анау Алаштың азаматтарындай бізде аз. Бас көтерер ер адам, намысыңа тимесін, бізде аз. Ал ол аз нәрсені, аз адамды ер адамдардың жағында ұйымдастыру қабілеті бар, қолынан іс келетіндерді өйтіп не қылуға болмайды, қалай болса солай. Өйткені қиын ғой, көп халық емес, біз айтып отырмын ғой жаңағыдай. Неге аз? Олар азайып кетті ма, жоқ әлде көп көрінгісі келмей ма, бар болса да, қалай ойлайсыз? Білмеймін, қорқақтап қалдық па? Анау Алаштың азаматтарының мұртынан жұлып атқанда олар қайтпай өзінің үстінде отырды ғой. Мысалы да солар. Сондай бір намысты ұрпақ келет шығар деп ойлап қоям. Онсыз болмайды, ел басқаратын, топ бастайтын адам керек. Ол әйел басқарамайды, бәрібір әйел бастамайды ол. Бір жігіттер жөнді біз тәрбиелемедік пе, біздің кесіріміз шығар. Менің кесірім шығар, мысалы. Менің балаларым келіншектерін жақсы тыңлайды. Мен өзім айтам, тыңла, ол ана балаларының анасы, ренжітпеңдер бір-біріңде деп айтам. Көңілін қалдырма, жаман сөз айтпа, қатты сөз айтпаңдар, бір-біріңде ренжісеңдер де, одан да үндемей қал. Біраздан кейін сосын түсінесіңдер. Көңілі қалатын сөз айтпау керек, көңіл деген жаман ғой. Көңілің қалса, бітті. Басқа ештеңенің қажеті жоқ. Сіздің көңіліңізді қалдыру қиын ба, оңай ма? Көңіліңіз қалып қойса? Қайтару ма? Қиын. Мен бүйтем, көңілім қалды ма, басымнан, бүкіл өмірімнен сол адамды өшіріп тастаймын. Жоқ, мен үшін бітті. Не болғанын ұмытам, бітті. Сөйтем, мен мінезім бір жаманы. Бұлай шыдамдымын, өлгенше шыдамдымын. Піл сияқты жүре беремін. Ал егер көңілім қалса, өшіріп тастаймын. Ол менің өмірімде ондай адам болған жоқты, бітті. Жаңа әңгімеңізді айтып қалдыңыз, әкем айтатын, түйе бақып кетсем, осы дұғаларды оқисың деп. Иә. Сол кезде сіз түсіндіңіз ба, ол кісі түйе бақып кетем деп отырған кезде ненің меңзеп отырғанын, нені айтып отырғанын, әлде кейін түсіндіңіз ба оны? Түсінетінмін. Көзімнен соралап жас ағатын, солар кетіп қалады ертең деп, бірақ шыдаймын. Әкем айтатын, жылай бермеу керек ол. Сол жылай берсең дейді, Алла тағала айтады, саған не аз болып тұр ма мына қиындық, мен тағы көрсетейін деп айтады. Алла, мен шыдаймын сенің неңе деп, солай жасау керек деп. Түйе қарақ, сендегі менде еркек бала жоқ, сен оқисың ғой деп маған. Ішіңнен сыбырлап соны. Сонда ана көнпістікке, мына шыдамдылыққа, табандылыққа үйретті ғой. Үйдің анау фундаментін түбін жөндеп қаламаса, ол жөндей болмайды ғой, құлайды. Мына бес ағаштай. Адам да сондай ғой. Мен тағы бір айтайтыным, анау театрда мен алғаш келгенде Виктор Пұсырманов деген режиссер болды. Сол бір рөлді бірнеше актрисаға береді, бәріміз, мен үлкенінде бар, кішіде бар, бәріміз репетиция жасап атамыз. Маған ұрса береді. Мен жөн жасап тұрған өзім білем ғой, байқаймын дұрыс жасап тұрмын. Мен ұрсады, мен көзімнен бес сарам жас отырам. Сосын кейіннен осы жүргенде сабақ беріп жүргенде Пұсырманов соны істеп жүрді. Сосын, ой, народнацка, как дела деп, мен орыс тілінде сөйлейтін кісі ғой, сөйлейтін. Сосын айтам, маған ұрса беретін еді. Не қылып ұрыстыңыз, сонда деймін ғой. Мен білетімін сенен бірдеңе шығатын дейді. Сен былай әпідемі сондай не болдыңдағы, сонымен өтіп кеткің келді дейді. Ана фундамент жақсылап қарау керек, актриса қалау керек дейді. Сен қазір қарашы, анау Кенжеков қандай актер, тағы бір актердай, ол қандай геройлар. Сен ананы қара дейді. Кенжеков бәр жанрды алады деп сөйді. Қалай ол Гамлетті ойнады. Соны айтатын. Сен сондықтан ертең қай жанр болса да алатын боласың деп.
Міне көрдіңіз бе қандай? Сонда режиссерлар арқылы менің адам болғаным. Менің актерлік шеберлігімнің басқа бір биікке көтеруіне Жанат Хаджиевтің үлкен еңбегі болды. Өзі бала сол кезде. Режиссерский бітірейін деп жүрген. Ол Мәмбетовтің оқушысы. Болат Атабай Мәмбетовтің оқушысы. Міне. Бекардан Нұрғат Жақпаев Мәмбетовтің оқушысы. Басқа болса сөйтіп шығар ма еді? Солардан білім алған олар. Сізді әкеңіз кішкентай күніңізден ұл бала сияқты қатал тәрбиелеген екен. Өйткені ер бала намаз оқитын жасқа келгеннен бастап оны жаназаға қатыстырады. Не үшін апарады? Көрсін дейді. Мынау өмір, ал мынау өлім. Яғни қазірден бастап баланың психологиясы сол күннен бастап дайын болу керек деген сияқты. Әкеміз солай үйретті ғой бізді. Ал сізді қыз болсаңыз да солай тәрбиелеген екен, үйреткен екен. Иә, сіңілімді өйткен жоқ, мені солай тәрбиеледі. Мен соған шыдайтымды бүйтіп тыңлап. Сонда әкемде жас өзі, сонда соны маған солай үйретіп жүр. Ауырғанда да мені шақыра алып айтты, ананы мына малды түйеқарап кеткен соясың, бір жылдан кейін мынаны соясың деп көрші көлеміне тапсырып малдарын. Өкінішке орай олар берген жоқ, малдан жоқ өліп қалды деп не істейсің енді? Қыздар өзіміз жетеді, Аллаға шүкір. Қыз бала деген, сонда туған туыс айтты ғой, әбекең марқұм, бір-екі нашар бала бар, бізде нашар бала дейтін. Бір-екі нашар бала бар ғой деп сөйлейтін, онша көңіліне қылмай. Сонда бірін айтып біріне кетем, әкем, шешем дүниеден өтті, әкем 63 жасында жесір қалды. Сонда 3 қыз келісіп отырып, алып кетем ғой, мен Алматыға кетпеймін, ана сіңілім Шымкентке, сон жас әйел алып берді ғой. Міне, содан 67 жасында ұлды болды. Қазір ол ұлдың 5 ұлы бар. Міне қараңыз өмір. Қазақтың бір ескі бір нелер ғой жағы. Жөн жыралғысы. 40-ына жетпей біз үйге жас әйел алып келдік қой. Міне, сол шешем 17 жыл қарады, Дариға деген. Міне қараңыз, сол енді қазір інім бар жалғыз, Ерубай деген. Сол енді, соның 5 ұлы бар ғой. Бәрі айтады, оны әбекең баласың үй деп айтады. Ал біз жаншақ кет ана үй ортасына түсетін еді ғой. Ол балаға қазақтың не қылатын сол ғой, бастан ерекше қарайтын ер балаға. Оны түсінбе, мойындама, бәрібір ол солай анық. Сонда біз егер ол бала болмаса, біздің отбасымыз, менің әкем отбасы сол бойы жоқ болатын еді. Тек мен ғана сол кісінің атында. Мен Әбішева болатым, фамилиям. Өйткені анау ол кісілерде мынау Ақтөбе жақтан қиындық уақытта аштық кезінде ма кеткен бәрі, ұбырып-шұбырып, өлгені өліп, өлмегені өлмей, анау Қырғызстанның Қызылқия деген жерінде тоқтап, сонда біреудің фамилиясымен бәрі шақтыға жұмысқа кірген. Содан қырғыздардың арқасында жанымыз қалды дейтін. 39 жыл ғана Қызылордаға көшіп келген ғой менің әкем. Сосын мен 9 оқып жүрген паспорт берді ғой. Сол кезде айтты, мынау біздің фамилиямыз емес, сен менің фамилиямда қаласың. Бұл біреудің фамилиясы болатын, бір қиын заман болды ғой деп айтпайтын, сол бізге әсер етеді дей ме, ештеңесін анық білмедім, енді шынын айтайын. Сөйтіп мені Әбден Әбиева деп, мен тұрмысқа шыққанда да өзгертпегенім сол. Жолдасым айтқанда фамилия, мен айтам өз атымда қалам, әкемнен менен басқа несі жоқ. Міне, сондай болған. Өлім туралы ойлайтын шығарсыз? Болса да ғой, неге ойламайсың? Қандай өлімді қалар едіңіз? Мен ба? Әйтеу балаларға қиындық көрсетпесем, сол. Қанша жасқа дейін өмір сүргіңіз келетін еді? Ұзақ өмір сүргім келеді, немере, шөбере көргім келеді. Немерелерім бар, енді мынау кіші баладан күтіп отырмыз. Шөбере көргім келеді. Сол ғой біздің өміріміздің ең несі. Адамның арманы таусылмайды дейді. Таусылмайды, дұрыс айтасың. Арманыңыз бар ма, көп пе? Арман дейсің ба? Арманым сол балаларым аман болса екен, ең арман немерелерім бәрі аман есен болса, сол арман деген. Арманның шыңы сол балалар ғой, немере, шөберелері арманның шыңы. Бұны бүкіл осылай өмір сүріп келіп, сонда бәрі анау түпкі жағайтым ғой, әже, ата дегендей соған жету үшін бәріне шыдап, бәріне көніп, соның бәрін тура ұстап отыру керек екен ғой. Сонда соған жетесің. Қиындықсыз. Қиындықсыз сенің шыдағанды біліп, балаларын да сенің жағдайын жасайды. Мысалы, кейінен көреді олар да байқайды баланың көңілінде не бар ғой.
көз бар ғой көңілінде. Бізді жұмаққа апаратын не, тозаққа апаратын не? Қалай ойлайсыз? Енді әйтеуір ешкімге жамандық жасамау керек, соны білем. Қиянат жасамау керек. Қиянат жасамау керек. Әкем сосын айтатын, кішкентай баланы ренжітсең де ертеңіне барып кешірім сұра дейтін. Дұрыс болмаса. Жатарда ойла дейді. Кімді бүгін ренжіттім? Не сөз айттым? Есеп бер өзіңе жатарымда түнде дейтін әкем. Бүгін ренжіттім, мынандай сөз айтты. Қой, ертеңіне барып кешірім сұра дейді. Сен мені кешір, мен кеше артық кетіп қойдым. Сонда көңілін қалдырма дегені ғой. Міне. Өміріңізде қатты ренжітіп алған адамдарыңыз бар ма? Ренжітуге тырыстым енді, бірақ мінезім тіктеу бірдеңені қатты. Өзіме үндемей жүре берем, шыдап. Шыдап жүре берем, сосын бір күні аламдағы өзімде бәлемін. Ана жұрттың көпшілік жиналған жерде прям маңдайдан ұрғандай айтып тастаймын, тіліп. Ол адам қайтып тұрмайды сол жерде, қалады мәңгіге. Соным жаман. Менің бір сондай жаман мінезім. Қатты ешкімді онша ренжіте қойғаным жоқ мен. Ешкім ештеңесін тартып алғаным жоқ, ешкімді ренжітпедім ау деп ойлаймын. Балаларыңызға қандай өсиет қалдырар едіңіз? Ауызбіршілікті болыңдар деп айтар едім балалар. Басқа не айтасың балаларға? Амандықты әйтеуір. Мен де осының бәрін айтып отырамын, әкем айтқанымды. Шешем менің ол жүргенде жүрісі білінбейді, сөйлегенде дауыс естілмейтін кісі болады. Әкең кел жатыр деп. Сосын ол кісінің осы уақытқа дейін мысалы жолдасымның қанша ақшалаған жұмыс істегенде қайда кетіп батқан сұраған адам емеспін. Өйткені шешем не айтты, соны жасадық. Қайда баратсың деп сұрамаған адаммын, қашан келесің бірдеңе деп. Әкемді кезінде көке деп бүйтіп қайда барасың сұрайды. Сұрама, жол болмайды. Ер адамды өйтіп сұрамау керек деп әкем. Өлген жоғысын әкемнің атын атамай кетті ғой. Біз айтатын, айтсаңдар, бәйбіше мына кімнің үйі десе, біз іздейді бергесеңді айтсаңдаршы деп, қожайынмен күн өтті ғой кісінің. Біздің қожайын дейді бітті. Білмеймін, ол сәрбелесі сондай болды шығар енді. Ол басқа, оны айтсаң қазір ол басқа заман дейді. Кім білсін енді, біз енді ескі заманда қалған шығармыз. Мен де жолдасым біреудің жалғыз баласы, сондықтан мен оны бүйтіп тұсап, қанша ақша алдың, бірдеңе деп, өмірімде қайда кетіп барасың? Бір-үш күннен кейін келуде мүмкін, мысалы үйге. Жолдастармен жүріп қалады, карта ойнап қалады, өзі біледі ғой енді. Әйтеуір мынау қазағына қайтып оралды, аман есен жүрсің бе деп. Сонда кейде айтатын, жанында бір жігіттермен келсе, маған айтады, әртіске үйлену керек еді. Сені біздікі болса бетімізден тырнайтын еді деп айтады дейді да. Сөйтіп айтты деп өзінше мақтанып қояды. Ал менің ішімде қанша оның ішінде жатты, шыдам, қанша не, менде ой жоқ па, менде не жоқ па. Ол не бір әкемнің сол айтқан несі. Шыда, бәріне шыдау керек деп, мысалы да. Солай үйретті ғой. Өйткені менде аға жоқ, іні жоқ, жағы мені қорғайтын, мен барып біреуге айта алмаймын, сөйтіп жатыр деп ешкімге. Төркін жақының төсегі жиналмас деген қазақ сөз бар ғой. Сол жақты менен Қызылордадан 5 жылға үйге келтірмей қойған. Әкем біледі мен өзім шарт кетіп қалуы мүмкін. Өзім айтқанымды істетпей қоймаймын. Сосын басылсын дегені ғой мені біраз. Көніп семьялы болсын, басылсын деп. Ата-ене бар, сыйлайтын көру керек. Сол ауылға барып алып, сол ненің қолдан тоққан кілемше бірдеңе болса, көрпешен бәрін сөгіп, бәрін жуып, дарақшылардың бәрін жуып, алысып кететін. Жағыну үшін 15 жылдай сол бір сөз айтпай бүйтіп қызмет еттік қой, 15 жылдан кейін барып шамалы тілім шыға бастады. Міне. Өйткені саған сену керек оларда. Сеніміне кіру керек ана. Оңай ма ол неше жыл өзің басқа неде тәрбиеленген. Бірақ енді негізі бір аумақта тәрбиеленгендер дұрыс адамдар. Екі түрлі тәрбие алған екі жақтыне ол бәрібір өлгенше екі түрлі болады. Қиындау болады енді. Бірақ балдар үшін бәріне шыдайсың. Ол мысалы оңтүстік болса, оңтүстіктің сол қыздарын алу керек. Менің ойымша. Ол басқа тәрбиелі, басқа. Бұл жақта басқа, Алматыда басқа. Осы жасқа дейін өмірден түйгеніңіз не? Өмірден не түйді дегенде.
көп жасағаннан емес, көп көргеннен сұра дейді ғой. Иә. Енді сіз көп көргенсіз. Иә, мен жағы шешем айтатын, ылғи үлкен кісілердің жанында жүрді, үлкен кісілердің жанында жүрді. Менің подружкаларым анау Тюзда Сәлимем Саттарова болатын, бір ғажап ұйғырдың қызы актриса болды. Сол кісі менің досым болатын. Көп ол кісіден көп үйрендім. Сол кісі қатты ауырып жатқанда Досқан мен Ғазияны шақырыңдаршы депті. Біз жа комсомолмыз, сондаймыз ғой енді театр. Сосын келіп бүйтіп аяқ жағында тұрмыз. Қатты қиналып бүйтіп көзін бір ашып, бір неғып жатыр. Жақсылап көміңдер деді. Сөйтті де бүйтіп үндемей жатты. Мына қараңыз, парасатын қараңыз ана кісінің. 55 жасында театрдан кетіп қалды, ол кісінің 5 баласы болатын. Ағай өзінен бір 30 жастай үлкенірек, үлкен қызмет істеген, мен де істейтін өзі, Балпан ағай болды. Сонда мен шалыма қараймын. Мен де осыға уақытқа дейін осы Таңқабекені ойнады, талай рөлдер, Мамаша Куражды ойнады. Өте жақсы актриса болатын ол кісі. Комедияға да жақын, неге де, комедияны да өлтіріп ойнайтын, трагедияны да өлтіріп ойнайтын. Сол кісі, мен енді бір жаңалық ашпаспын деді. Осы істеген бір ризамын, қалғарсы өзі. Енді мен шалыма қараймын деп, кетіп үйінде Балпан ағаға қарап отырды ол кісі. Әйтеуір мына өнер әсіресе қызғаншақ болмау керек. Менің бір түйгенім, айтып отқан Сәлимем Саттарова маған соны үйретті. Бірде бір Лидия Каденова менің соғымнан келді ғой, 5-6 жылдан кейін біздің апайды, бәріміз мұғаліміміз бір. Екеумізді бір рөлге салып пысырманып. Орысша өлең айтады, билейді жағы. Екеуміз бір тракторист қыздың рөліндеміз. Менің шамам мынау. Ондай Лида деген біздің бесаспап қой. Бір күн Сәлимем Саттарова көшеде кездесіп қалды. Апа, не қалың қалай қыз деді, жақсы. Ролің не болып жатыр деді. Сосын білмеймін, мен бірінші топта болатым, мен екіншіге түсіріп тастады да, Пысырманов өте адал кісі болатын, Пысырманов деген. Өнерде мына адалдық керек қой. Мен қанша не болсам да, героиня болсам да, екінші топқа түсіріп тастады, Лидияны бірінші топта сол ойнады. Мен кейін ойнадым енді, бірақ ондай емес. Сонда айтты, мен сөйт тастады деп, не деп тұрсың сен деді. Мен сенен бұны күтпеп едім, бұндай. Сен неге билемейсің? Сен неге одан асырып репет жасамайсың? Осындай сөзді мен сенен естуші болмайын, мен сенен күтпемем дегенде мен жер жарылып сүрге кіріп кетсем, сол дұрыс еді. Сондай үй алдым ана кісіден, сондай үй алдым. Содан кейін мен қызғаныш деген нәрсені өте терең көміп тастаған адамын. Қызғанбаймын. Рөлдерімді мысалы өзім кейінгі жас балаларға, қыздарға өзім шын ниетіммен шын неғып сөйтіп бердім мысалы. Өзгенің жетістігін қызғанбау жайлы. Қызғанбау, иә. Ол деген қызғанш адам өзін күйдіріп өлтіреді бекарға. Мықты болсаң одан керемет қылып жаса, неге Лидия сияқты өлең айтпайсың? Неге сен билемейсің? Ана қарамайсың ба қалай анау? Міне, соны айтатын адамның барын айтсайшы. Мысалы, сөзді айтпай маған қосылып, ой, дұрыс болмады, сен ойнауың керек еді десе, мысалы, не болар ем? Міне, осындайлардың тәрбиесінен, үлкен апа ағалардың тәрбиесінен Қасым Жақыбаев билейтін қыз сахнаға шығарда, айнаның алдына барып, жағалай етегіңді көр. Бір кішкентай жіп салбырап тұрса, сол көрерменнің көзі сонда болады. Бәрін сөйтіп шық деп айтатын, аяғын жақсылап сүртіп. Міне, көрдің бе, қанша тәрбие алды мен. Түйгенің деген қиын, ол жан жақты нәрсе. Оған бір сөзбен жауап беру мен өте қиналып отырмын, шынымды айтайын. Бірақ сол өзімен бірге жұмыстас болған ақсақал ағалар, апалардан көп нәрсе үйрендім. Шешем айтады, үлкен кісілермен бірге жүр, үлкен адамдармен бірге жүр деп. Сонда сол кісі айтты, соны сөйдеп айтқан екен ғой. Шешем көп ақыл айтпайтын. Күлгенде өте аузыңды ашып күле бермеші дейтін маған. Қыз деген аузын жауып қана бүйтетін деп. Жаңа қарасаңыз перекрестке аузымды жауып қана бүйтем ғой. Иә. Сізді көрерменге кеңінен танытқан телехикаяда. Сонда бүйтем бір деймін. Шешем сөйтетін, ұят болады емес, сөйтіп күлесің деп маған. Мен өзім сондай аңқылдатып. Рахмет Бүкпес әңгімеңізге. Ой, жаным, рахмет. Аман жүріңіз. Рахмет. Армандарыңыз орындалсын. Айтқаның келсін. Бүгін өлгендердің әңгімесін айтқан актриса Ғайза Динабиева.